Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз ауызда еритін, дәмі тіл еретін, нәзік, пропитканы қажет етпейтін сүзбе қосылған бәліш, яғни пирог жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып аламыз. Одан кейін ванильді қант 1 шай қасық жақсылап араластырамыз. Бізге көпіртудің қажеті жоқ, жай ғана біркелкі масса шығару. Енді бөлек ыдыста ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Жаңағы сұйық массамызға жартысын салып, жартысын шертке алып қоямыз. Жақсылап араластырып болған соң сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды жақсылап араластырамыз. Ал енді осы массамызға қайнап тұрған ыстық суды араластыра отырып құямыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар, себебі ішіндегі жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Жаңағы шетке алып қойған ұнымызды енді осы сұйық массамызға құйып араластырамыз. Видеода көріп отырғандар масса шығуы керек. Енді осыған сүзбемізді қосамыз. Сүзбемізді қосып болғаннан соң менде 22 диаметрлі форма, пергамент қағазын төсеп, осылай массамызды құйып аламыз. Енді осылай қызып тұрған 180 градустағы пешке салуларыңызға болады. Немесе мен сияқты осындай мұздатылған жеміс жидектеріңіз болса, осылай қойып шығуларыңызға болады. Менде смородина. Негізі бұл міндетті емес, бірақ тура сол күйінде де жіберуге болады. Мінекей, бізде осындай пирог шығады. Менде беті көпіршіп тұрған себебі, жаңағы массамызды құйып болған соң, 1-2 рет жерге ұруды ұмытып кетіппін. Сол үшін осылай бетіне көпіршіктер шыққан. Ал сіздер ұмытпаңыздар. Оған қарамастан пирог өте дәмді, ауызда еритін, жұмсақ, пропитканы қажет етпейтін болып шықты. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, қыздар. Қараңыздаршы. Сіздермен бірге болған мен Рабия. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт описанияда болады. Тіркелуді ұмытпаңыздар.